Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет булочкалар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне қантымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Немесе иіссіз сұйық май қоссаңыздар да бола береді. Майымыз ерігенше кішкене қозғап жібереміз. Құрғақ ашытқымызды саламыз үстінен. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ыдысымыздың бетін осылай пленкамен немесе қақпақпен жауып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Осы кезде дрожждарымыз көтеріліп, әдемі болып тұрады. Үстінен осылай ванилин немесе ванильді қант қосып жіберетін боламыз. Булочкамызға ерекше дәм беретін болады. Және бір шай қасық толтырмай тұз саламыз. Енді жұмыртқамызды салатын боламыз. Бір жұмыртқамызды түгелдей саламыз. Келесі жұмыртқамыздың ағын салып, сарысын бетіне жаққанға алып қалатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді електен өткізіп, аз-аздан ұнымызды қоса отырып, жұмсақтау қамыр илеп алатын боламыз. Қамырларымыз кішкене қолға жабысатын болып шығады, өйткені құрамында қант бар және жұмсақтау болғандықтан қолға жабысатын болады. Қамырымыздың барлығының басы біріккен соң, осылай кішкене сұйық май қосып, тағы да қайтарып илеп, бетін осылай пакетпен жауып, жылы ғып орап, 1 сағатқа қалдырып қойыңыздар. Арада 1 сағат уақыт өткеннен кейін осылай қамырымыз әп-әдемі болып ашып шықты. Енді ашқан қамырларымызды ыдысымыздан босатамыз. Булочкаларымыздың формасын түюге ыңғайлы етіп, кішірек қылып барлығын кесіп алатын боламыз, біркелкі етіп. Барлық қамырларымызды кесіп, осылай дөңгелектеп, бетін жауып, тағы да 15 минутқа көтерілгенше қалдырып қоятын боламыз. Арада 15 минут уақыт өтті, барлығы көтеріліп әп-әдемі болды. Енді әртүрлі формаларымызға салып, өз фантазияларыңызға қарай, әртүрлі қылып булочкаларды жасай беретін боламыз. Мен осылай екі қолдың көмегіменен қамырларымызды созып, өрілген сияқты форма жасап, дөңгелектеп жасап шықтым. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетем достар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться бастырмасын басып, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Сіздер алғашқылардың бірі болып қарайтын боласыздар. Және каналымда көптеген рецепттер бар. Енді протеинімізді жақсылап майлап аламыз. Осы майлап алған протеинімізге булочкаларымызды арасын кішкене ашып, барлығын орналастырып шығатын боламыз. Мұндай гүл тәрізді де форма жасап көрдім. Енді жұмыртқаның сарысына кішкене ғана бір ас қасықтай толтырмай сүтімізді құйып, булочкаларымыздың үстінен жағып шығатын боламыз. Осы уақыт аралығында духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. 180-200 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Духовкаларыңызға қарап көресіздер. Қызып тұрған духовкаға салып, 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Барлығына жағып шықтым. Мак болса мак, немесе күнжіт, немесе қант сеуіп шықсаңыздар да болады бетіне. Өте әдемі болып көрінетін болады.
Міне барлығын дайындап қойдым. Духовкаға салып 25 минут пісіріп алатын боламыз. Арада 25 минут уақыт өткен кезде осылай әп-әдемі қып-қызыл болып, өте биік болып, көтеріліп шықты, пісіп. Жасалуы өте оңай. Балаларға да, үлкендерге де шаймен ішкенге өте керемет, жұп-жұмсақ болып шықты. Асты да қып-қызыл күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер сіздер. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, тіркеліп кетіңіздер. Егер видеом ұнаған болса, комментарий бөліміне өтіп, пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Сау болыңыздар.